Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху айтқандай, инналлаха юъти дуния мән юхиббу ва мән ла юхиббу дейді. Расымен де Алла Тағала бұл дүниені жақсы көретін адамға да, жақсы көрмейтін адамына да береді дейді. Не түсіндік? Дүние қанша жерден берілсе де біреуге, ол дүние Алланың сол құлға деген махаббатын білдірмейді. Ол дүниені өйткені жақсы көретінге де, жақсы көрмейтінге де береді екен. Кезінде Ибрахим алейхиссалам Қағбаны тұрғызып жатқан кезде мынандай бір дұға жасайды. Ва исқала Ибрахиму робби жаал хаза баладан амина. Раббым, мына елді бейбіт, аман ел қылшы. Және осы елдің тұрғындарын варзуқ ахлаху минас самарати ман амана минхум биллахи вал яумил ахир. Осы елдің тұрғындарының ішінде Аллаға және ақыретке иман келтіргендерді ғана ризықтандыршы жемістеріңмен деген сөзді айтып қояды. Көрсің? Сонда Алла Тағала айтады: «Қала ва ман кафар». Кәпір болғанды да, ей Ибрахим, уматтиғуху қалилан. Ғұмыры таусылғанша азғантай осы дүниеде рақаттандырамын. Сүмма аттарруху иля азабиннар. Сосын ақыретке қайтқан кезінде тозақтың азабына мәжбүрлеймін дейді. Олай болса бұл дүниедегі ризық. Ол адамның жақсы екендігін шешпейді. Ол тек ризық. Ал иман ол шешеді. Сондықтан Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху жаңа хадистің соңында айтады: «Вала юътил имана илля ман юхиббу» дейді. Ал иманды тек қана жақсы көретін адамына береді дейді. Ойлаңыз, сіздің жүрегіңізге қандай нәрсе берілген? Тура жол деген нәрсе. Сіз қазір айналаңызға ренжіп, анаған бір ренжіп, мынаған бір ренжіп дегендей нәрселер біреумен таласып жүрген адам болсаңыз, сіз мүлде тура жолға түскендігіңізге шүкір етіп жүрген адам емессіз. Тура жолға шүкір ететін адам өзінің адасқанын еске салып, Раббым, сондай адасқан едім мен, сен мені тура жолға салдың деп еске алатын адамды айтады. Ондай адам ешқашан тәкаппарланамайды ол. Ол біреудің намаз оқып жүргенінің өзіне де қуанады ол. Оның бір тақуа болып кеткенін күтпейді ол. Тәкаппарлық болмайды. Алып жатқан білімің сынаушы таразыға айналмайды айналаңызға. Өйткені тура жол нығметі деген көріп тұрсыз ғой, Абу Толиб бұйырмай кетті. Пайғамбардың қасында өмір бақи, қасында жәрдемші болған адам. Абу Бакрдың әкесі мүлде ешқандай пайдасы тимеген дінге. Радиаллаху анху. Мекке ашылған жылы қартайған қарияны әкесін сүйретіп, ақырын жетектеп пайғамбарымыздың алдына алып келеді, мысалы Абу Бакр. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қолынан ұстап Абу Бакрдың әкесінің серт қабылдап атады. Аллаға бойұсынуға, оған еш нәрсені серік қоспауға дегендей ислам қабылдап атыр. Сол кезде Абу Бакрдың көзінен жас тамады. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: неге жас тамды көзіңнен, ей Абу Бакр дегенде? Шіркін-ай, ана әкемнің қолының орнында Абу Толибтің қолы болғанда ғой дейді. Көрдіңіз ба, сүю деген не? Өз әкесінің орнына Абу Толиб болса деп тұр ғой. Осылай сүйілген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Күн ақиқат елші. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хандақ шайқасында 10 мың әскер Мединаны қоршап, не болғалы тұрғаны белгісіз, дауыл тұрып атқан мысалы. Өздері аш, жейтін тамақтары жоқ, көгеріп кеткен тары. Сондай бір қорқынышпен де, жан-жақты әртүрлі үреймен де сыналған бір жағдайлар болады. Өздері ана орды қазып жатыр, ол да өнбейді, берілмейді, тастар шығып бұзылмайды, сынбайды. Сондай жағдайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл қиыншылық тұрда сүлерінде қазір. Сол күні жиналмаған қиыншылық жоқ шығар. Барлық тұрғыдан да. Қорқудың да, аштықтың бүкіл түрі бастарында тұрған кезде адам сынып кетуі мүмкін. Сол кезде сынбасы үшін адам осы өмірде ешқашанда мұсылман атаулы депрессияға сұрмас үшін сондай бір әдемі нәрсені білдіреді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям олармен бірге жұмыс жасап жатып, Абдулла ибн Рауаханың айтқан өлең жолдарын оқуды қалайды сол жерде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі. Сонда бүкіл жердің бетіндегі адамзатта бар нәрсе қазір сахабаларда жоқ екен. Ризық, амандық. Сөз ба? Саяси тұрғыдан да, экономикалық тұрғыда жағдай өте қиын тұр. Бірақ бұл сахабаларда бүкіл әлемде жоқ нәрсе бар. Соны көрсету үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: Аллахумма, Аллахым, лаула анта, сен болмағанда, махтадайна, тура жолға түспес едік қой. Көрінбе, қай нәрседе тұрсың? Қай нәрсе бар сенде бүгін? Бұдан кейін шағым айтқан мұсылман ол болды, ол бос нәрсе ол. Аллахым, сен болмасаң тура жолда болмас едік қой.
Вала тасаддақна вала саллайна. Садақа да бермес едік қой, намаз да оқымас едік қой. Қарасашы. Анзилна ас-сакината алейна. Мына жүрегімізге тыныштығыңнан сүрші. Васаббитил ақдама ин лақайна. Ана дұшпанмен қазір бетпе-бет кездесетін болсақ, табандарымызды бекітші. Иннал ула қоды бағау алейна. Бұлар өздігінен келіп бізге қарай осындай қастандықты ұйымдастыруда. Міне 10 000 әскер жиналып жоймақшы бізді. Сондағы бізден тілейтіні тек бір нәрсе. Вайнароду фитнатан, діннен қайтару. Егер де олар сол фитнаны қанша қаласа да, әбайна, біз қаламаймыз, Раббымыз. Даусын көтеретті. Әбайна, біз қаламаймыз, біз қаламаймыз. Олар не істесе де бізді бұл діннен қайтарамайды. Жанымызды суырып алса да. Өйткені мүмин, ол тура жолдан кейін сондай бақытты, пайғамбар саллаллаху айтқандай. Алла оның жанын алып жатса да альхамдулилля деп айтады дейді. Ол жоғалтқан нәрсе жоқ бұл дүниеде. Алла ақырет, жәннат үшін жаратқан. Міне, сол жәннат сенің отаның. Күллі мұсылман атауының. Сол жоғалып кетпеу керек та. Ал бұл дүниеде сіз ойлағандай болмайды. Алла қалаған нәрсе беріледі, қаламаған нәрсе берілмейді. Міне, сол нәрседе разы болуыңыз арқылы сіз мұсылмансыз. Соқтан әжде міне тура жол бұйырмай кетті мысалы бір адамға. Ал сізге ол бұйырды. Алла егер осылай сізді қаласа, жаңағы Абу Толибтің істеген нәрсесін біз істемедік мысалы. Бірақ сізді қалады. Абу Құхафа жаңағы Абу Бакырдың әкесінің исламға келуін қалады. Міне, бұйырды. Сізге де, бізге де бұйырды. Олай болса Алла Тағала Абдулла ибн Масуд айтқандай, жақсы көретін адамына ғана береді десе иманда. Онда енді бізден бірақ нәрсе күтілуде. Бірақ нәрсе біздің тарапымыздан Аллаға қарай күтілуде. Ол не? Енді сіз Алланы жаныңнан, малыңнан артық сүю керексің. Өйткені ол саған мәңгі жәннаттың кілтін берді. Сен жақсы емес едің басқалардан. Казалика кунтум мин қабл деп Ниса сүресінде айтқандай, дәл сондай болғансың дейді сен кеше. Сен де дәл солардай болғансың дейді. Фамен Аллах алейкум. Алайда тура жолға толықтып әкеле салдында бір кезде намаз оқу керек екенін дедіңіз. Бірден мисік таспих пайда болып үйіңде не істер екен дедім дейді Алла Тағала. Сондықтан да біз кешегіндей Абай атамыз айтқандай, махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланың жанынан деді. Жаның, малың, осы екі нәрседен артық сүй Алланы. Сонда ғана кемел мұсылман бола аламыз біз. Осы жолда бәріміз бір-бірімізге көмектесейік, құрметті жамағат.